сені құтқарады деп, кім айтты? Өмір жалған болса, өмірдің мәнісі жоқ. Куәлік бар болса да, біздің атымыз жоқ. Шынайы тек қана басыңа атылған оқ. Жансыз денең сенің жерге құлаған өлік боп. Айдың атысы мен күннің жатысы, адамзат арқалаған Құдайдың қарғысын. Сенде қарғыс атқан құлдардың бірісің. Рухани өлген тәнде тұрғыда тірісің. Сенің құлағыңда менің әуенім ойнауда. Ал сен паузаны бастың мешітке барғанда. Екі жүзді надансың, су жүрек. Сенің қорқыныштарың молдаларға қорек. Жыртқыштарға әрқашанда ет керек. Тамақтану үшін оған өлтіру керек. Айыптама бұл Құдайдың берген хақысы. Қысқа ғұмырыңның қайтарма ақысы. Нәпсілеріңді тыйма, баси табиғатыңа. Кім айтты? Егістікті, жерді тартып алу, азық-түлікке дейін налог төлендіру бұл қазақтардың жағдайын ашаршылық пен бозғындық күйге түсірді. Ал халықтың санына келетін болсақ, ашаршылыққа дейін халықтың саны 6,2 миллион болса, ашаршылықтың кесірінен 2 миллионға жуық адам қайтыс болды, яғни зардабын шекті. Ал қалған 1 миллионы шетел асып кетті. Сол уақыттарда Торғай ауданының басшыларының мәліметтеріне сүйенсек, 1938 жылдарда әр адам басына 56 килограмм азық-түлік және бірақ мал басқа алғаны туралы мәлімет келтіреді. Және олар 6 айдан соң барлығы таусылатын туралы да дабыл қағады. Сол уақыттарда ауыл аймақты аралап жүрген Ғабит Мүсірепов бір киіз үйдің ішіне кірсе, өзінің туысқандарының етін жеп жатқан, аштықтан зарлап жатқан қыздың көрінісіне тап болады. 1932 жылы қасіретке ұшыраған халықты құтқарамын деген мақсатта ұлт зиялылары Голощёкинге хат жазады. Тарихта бұл бесеудің хаты деп қалды. Хатта қазақ ауылында халық жағдайы қасіретке айналып барады. Байларды, орташаларды, кедейлерді қамтығаны, күштеп ұжымдастыру мен отырықшыландыру, алым салық жинаудағы қиянаттарды жұрттың жаппай аштық пен індетке, ауа көшіне әкеліп соққандағы шыншылдықпен баяндалады. Хаттың авторлары жазушы Ғабит Мүсірепов, Қазақ мемлекеттік баспасөзінің меңгерушісі Мансұр Ғатауллин, Алматы камфузының басшысы қызметкерлері Емберген Алтынбеков пен Мұташ Дәулетқалиев, Қазақ АКСР мемлекеттік жоспарлау комиссиясының сектор бастығы Қадыр Қуанышев қуғынға ұшыратылды.